Қайырлы күн баршаға. Бүгін мен Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызметі туралы заңды түсіндіретін боламын. Жалпы бұл біраз ауқымды заң, 84 беттен тұрады. Сол себептен мен бұл заңның барлық мәтінін толығымен оқып отырмаймын. Тек қана керекті жерлеріне тоқталамын. Негізінен осы заңның логикасын, сондай-ақ тестілеуде кездесетін негізгі нормаларын сіздерді таныстыратын боламын. Ал енді сапалырақ дайындалу үшін әрине міндетті түрде біздің testmaster.kz мобильді қосымшасын жүктеп алып, сонымен өздеріңізге ыңғайлы уақытта телефондарыңызбен жаттықсаңыздар болады. Сол кезде тестілеуден еш қиындықсыз өтесіздер деген сенімдемін. Енді сіздерде экрандарыңызға да мынау заңды шығарып қоямын. Қарап отырсаңыздар болады, болмаса тыңдап отырсаңыздар сіздерге қалай жаттау ыңғайлы, сол формада сіздерге түсінген абзал, өздеріңізге ыңғайлы форманы тауып алу керек. Енді мынау Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет туралы заңға келетін болсақ, бұл жерде негізінен мынау бірінші тарауда негізгі түсініктерге тоқталады. Жалпы бұл мемлекеттік қызметте бізде қызметшілер екі түрге бөлінеді: А корпусы және Б корпусы. А корпусы ол негізінен басқарушылық деңгейдегі әкімшілік лауазымдар кіретін болса, Б корпусы бұл А корпусына енгізілмеген мемлекеттік әкімшілік лауазымдар. Оның құрамына енді барлық біздің ұйымдарда кіретін маман, бас маман, басшылар да негізінен осы Б корпусына кіреді, А корпусы ол жоғары басшылық кіреді. Енді мынау мемлекеттік әкімшілік қызметші дегеніміз ол Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасының президент актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда өз қызметін тұрақты немесе сайланған кәсіби негізде жүзеге асыратын мемлекеттік қызметші. Және де мынау мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдебі дегеніміз бұл мынау бізде Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексіне сәйкес қызметтік әдеп стандарттарында белгіленген мемлекеттік қызметшілердің мінез құлық қағидалары. Осы жерде қызметтік әдеп дегенде кілтті сөз бұл мінез құлық қағидалары, осыны есте сақтаған жөн. Сондай-ақ мемлекеттік қызмет істері жөнінде уәкілетті орган дегеніміз бұл бізде мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттік. Ол негізінен мемлекеттік қызмет саласында біртұтас мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асыратын орталық мемлекеттік орган. Осы жерде мемлекеттік саясатты іске асыруды жүзеге асыратын екенін есте сақтағанымыз жөн. Сондай-ақ бізде мемлекеттік органда келісімшарт қызметшісі деген бар. Бұл мемлекеттік органға тартылған Қазақстан Республикасының азаматы. Енді тағы бір маңызды нәрсе, бұл жерде мемлекеттік саяси қызметші бұл тағайындалуы, сайлануы, босатылуы және қызметі саяси айқындаушы сипатқа ие. Яғни аты айтып тұрғандай, мемлекеттік саяси қызметші дегеніміз бұл саяси айқындаушы сипатқа ие, саяси мақсаттар мен міндеттерді іске асыруға жауаптылықта болатын мемлекеттік қызметші. Келесі бір түсінік бұл мүдделер қақтығысы. Мүдделер қақтығысы мемлекеттік қызметшінің жеке басының мүдделері өзінің лауазымдық өкілеттіліктерін орындамауына немесе тиісінше орындамауына әкеп соғуы мүмкін кездегі мемлекеттік қызметшінің жеке басының мүдделері мен оның лауазымдық өкілеттілігі арасында қайшылық. Енді жалпақ тілмен айтқанда, мемлекеттік қызметші өзінің жеке бір басындағы өзінің жеке бір мәселелері осы мемлекеттік лауазымды атқаруына кедергі келетін осындай бір қарама қайшылықтардың туындауы. Яғни заң нормалары барысында бұл мәселеге тағы да көбірек тоқталатын боламыз. Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттар осы заңнан басым болады. Осы норманы есте сақтаған жөн. Бұл шатастыру мақсатында келетін сұрақтар да болады. Яғни егер халықаралық шарттарда Қазақстан ратификациялаған халықаралық шарттар осы заңнан басым күшке ие болады. Және де бұл заңның қолданылуы бұл барлық мемлекеттік қызметшілерге қолданылады. Егер де басқаша бір конституциялық заңдарда не болмаса конституцияда, заңнамалық актілерде өзгеше бір мәселелер қаралмаған болса, бұл барлық мемлекеттік қызметшілерге осы мемлекеттік қызмет туралы заң қолданылады.
Осы заңның күші кімдерге қолданылмайды? Ол техникалық қызмет көрсетуді жүзеге асыратын мемлекеттік органдардың жұмыс істеуін қамтамасыз ететін адамдарға қолданылмайды. Сондай-ақ ұлттық банкінің және оның ведомстволарының қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның қызметшілері мен техникалық қызметшілеріне бұл заң нормалары қолданылмайды. Сондай-ақ еңбек шарты негізінде қызметін мемлекеттік органдарда жүзеге асыратын адамдарға, оның ішінде мемлекеттік органдардың шетелдік жұмыскерлеріне қолданылмайды. Яғни осы мемлекеттік органдарында еңбек шарты негізінде қызмет атқаратын қызметшілерге бұл нормалар қолданылмайды. Енді мемлекеттік қызметтің негізгі қағидаттары бұл: бірінші, заңдылық; екіншіден, қазақстандық патриотизм; үшіншіден, мемлекеттің биліктің заң шығарушылық, атқарушылық және сот тармақтарына бөлінуіне қарамастан мемлекеттік қызмет жүйесінің біртұтастығы. Одан бөлек те бірқатар талаптар бар. Оның ішінде мына меритократия дейміз. Меритократия дегеніміз мемлекеттік қызметшінің жеке сіңірген еңбектері мен жетістіктерін мойындау. Яғни оның бір көтермелеу, болмаса бір жұмысқа, лауазымға тағайындау кезде, я болмаса тағайындамау кезде оның жеке сіңірген еңбектері мен жетістіктері назарға алынады, ал оның басқа бір туыстық, болмаса бір ұлты, нәсіліне, басқа бір көзқарастарына қарай оның артықшылығы болмайды. Барлық мемлекеттік қызметшілер өздерінің жеке сіңірген еңбектеріне ғана қарай жетістіктерін мойындауы меритократия принципі деп аталады. Сондай-ақ әдептілік, құқық бұзушылыққа төзбеушілік сияқты басқа да негізгі қағидаттар бар. Негізгі басым қағидаттарын мен сіздерге атап өттім. Енді бізде уәкілетті орган, бағана айтып өттік, мемлекеттік қызмет істері жөніндегі орган бар бізде. Оның негізгі функциясы уәкілетті органның осы заңның мақсаты мен міндеттеріне және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет саласындағы нормативтік құқықтық актілерді әзірлейді және бекітеді. Мемлекеттік қызметшілік лауазымдар санаттарына қойылатын үлгілік біліктілік талаптарын әзірлейді және бекітеді. Уәкілетті орган одан бөлек жыл сайын Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтің жағдайы туралы ұлттық баяндаманы қалыптастырады және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен әрі қарай Қазақстан Республикасының президентіне ұсыну үшін Қазақстан Республикасының үкіметіне енгізеді. Яғни тестілеуде барлық жауаптар мен сұрақтар заңда қалай жазылған солай келеді. Сол себептен осы нормаларды заңда жазылған формасында есте сақтаған абзал. Яғни заңнамада белгіленген тәртіппен әрі қарай мынау жыл сайын Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік қызметтің жағдайы туралы ұлттық баяндаманы уәкілетті орган қалыптастыратынын есте сақтауымыз керек. Сондай-ақ мемлекеттік қызмет саласындағы заңнаманың сақталуын, мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдепті сақтауын, мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік бақылауды жүзеге асырады. Яғни уәкілетті орган осындай функциясы бар. Келесі кезекте уәкілетті органның облыстарда, республикалық маңызы бар қалаларда, Астанада әдеп жөнінде кеңестері болады. Олар туралы ережені уәкілетті органның ұсынуы бойынша кім бекітеді? Қазақстан Республикасының президенті бекітеді. Яғни осындай сұрақ келеді. Кім әдеп жөнінде кеңестердің қызметін реттейтін ережені уәкілетті органның ұсынуы бойынша кім бекітеді? Яғни Қазақстан Республикасының президенті бекітеді. Персоналды басқару қызметі, кадр қызметі дейміз. Әрбір мекемеде осындай кадр қызметтері болады. Олардың негізгі функциялары тәртіптік, конкурстық және кадр мәселелері жөніндегі өзге де комиссиялардың қызметтерін ұйымдастырады. Мемлекеттік қызметте болуға байланысты шектеулердің сақталуын қамтамасыз етеді. Персоналды басқару қызметі, кадр қызметі мемлекеттік органның басқа құрылымдық бөлімшелерінің ұйымдық жағынан дербес болады және де аппарат басшысына, не болмаса аппарат басшысы жоқ кезде мемлекеттік органның басшысына тікелей бағынады. Келесі тарау, екінші тарау мемлекеттік қызметшілердің құқықтық жағдайы. Қазақстан Республикасының азаматтары мемлекеттік қызметші мәртебесіне
Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамасында белгіленген тәртіппен мемлекеттік лауазымға тағайындалған немесе сайланған кезден бастап ие болады, және мемлекеттік қызметті тоқтатқан кезден бастап одан айырылады. Яғни осындай сұрақ келеді тестілерде: мемлекеттік қызметші мәртебесін қай кезде алады және де қай кезде аяқталады деп. Яғни осы жерде мән беру керек: мемлекеттік қызмет саласындағы заңнамаға белгіленген тәртіппен мемлекеттік лауазымға тағайындалған немесе сайланған кезден бастап мемлекеттік қызметші мәртебесін иемденеді азаматтар. Одан кейін тоқтатқаннан бастап бұл сәйкесінше тоқтатылады. Мемлекеттік қызметшілер негізгі міндеттеріне келетін болсақ, Қазақстан Республикасының президенті бекіткен тәртіппен мемлекеттік қызметшінің антын қабылдауға міндетті, Қазақстан Республикасында заңдарда белгіленген шектеулерді сақтауға міндетті, басшылардың бұйрықтары мен өкімдері, жоғарытылған органдар мен лауазымды адамдардың шешімдері мен нұсқауларын олардың лауазымдық өкілеттіктері шегіне шығарылған болса, оларды орындауға міндетті болып табылады. Келесі бөлім бізде, келесі бап бұл әкімдер, аппарат басшыларының өкілеттіктеріне тоқталады. Бұның ішінде мен ешқандай бапқа тоқталмаймын. Мемлекеттік қызметке байланысты, болуға байланысты шектеулер. Осы маңызды бөлім. Мемлекеттік қызметші өкілді органның депутаты болуға болмайды. Сондай-ақ ақы төленетін қызметпен айналысуға болмайды. Тек қана қандай қызметтермен айналысуға болады? Ол педагогтық, ғылыми және өзге шығармашылық қызметтерді, резервтегі әскери қызмет өткеруді қоспағанда басқа ақы төленетін қызметтерді айналысуға болмайды. Яғни педагогтық, ғылыми қызметтермен айналысуға болады, ал басқа ақы төленетін қызметтермен айналысуға болмайды. Кәсіпкерлік қызметпен айналысуға тыйым салынған, оның ішінде коммерциялық ұйымды басқаруға тікелей қатысуға, Қазақстан заңнамасына сәйкес оның лауазымдық өкілдіктеріне кірмейтін болса, ұйымдық құқықтық нысандарына қарамастан коммерциялық ұйымды басқаруға құқылы емес. Яғни тек қана ғылыми педагогикалық жұмыспен, шығармашылық жұмыспен ғана айналысуға болады. Өзінің қызметтік жұмысын материалдық, техникалық, қаржылық және ақпараттық қамтамасыз етуге арналған құралдарды, басқа да мемлекеттік мүлік пен қызметтік ақпаратты қызметтік емес мақсатта пайдалануға болмайды. Бұл логикалық жағынан түсінікті деп ойлаймын. Яғни жұмыс мақсатында берілген материалдық және қаржылық заттарды тек қана қызметтік мақсатта пайдалануға болады, қызметтік емес мақсатта пайдалануға болмайды. Мемлекеттік қызметші мемлекеттік лауазымға кірген күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде осы адамға заңды түрде тиесілі ақшаны, сондай-ақ мүліктік жалдауға берілген мүлікті қоспағанда өз меншігіндегі коммерциялық ұйымдардың жарғылық капиталындағы үлестерді, акцияларды және пайдаланылуы кірістер алуға әкелетін өзге де мүліктік мемлекеттік қызметті өткеру уақытында Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен сенімгерлік басқаруға беруге міндетті. Яғни мемлекеттік қызметші өзінің қызметіне кіріскеннен кейін 30 күнтізбелік күннің ішінде егер бір жауапкершілігі шектеулі серіктестікке, басқа да бір коммерциялық ұйымда оның бір акциясы, басқа да бір үлестері бар болатын болса, оны сенімгерлікпен басқа бір адамға тапсыру керек. Яғни осы бір мемлекеттік қызметте болудың шектеулері. Қазақстан Республикасы үкіметінің мүшелерін қоспағанда мемлекеттік қызметшілер тұрғын жайлар мүліктік жалдауға беруге құқылы. Егер сіздің атыңызда бір пәтер болмаса басқа бір жылжымайтын мүлік болса, оны жалға беру арқылы пайда табуға болады. Бірақ Қазақстан Республикасының үкіметінің мүшелері бұл оларға ондай мүмкіндік қарастырылмаған. Қазақстан Республикасының ұлттық банкінің төрағасы мен оның орынбасарлары қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу, бақылау және қадағалау жөніндегі уәкілетті органның төрағасы мен оның орынбасарлары инвестициялық қорлардың пайларын, облигацияларды, коммерциялық ұйымдардың акцияларын сатып алуға құқылы емес. Яғни қарапайым мемлекеттік қызметшілер инвестициялық қорлардың пайларын, облигацияларды иемдену құқығы болатын болса, ал ұлттық банктың төрағасы, сондай-ақ жаңағыдай бақылау қадағалау, осы қаржы нарығын бақылау қадағалау жөнінде уәкілетті органның төрағасы орынбасарлары бұндай инвестициялық қорларды, пайларды алуға құқығы жоқ. Мемлекеттік қызметші өзінің жақын туыстары атқаратын лауазымға тікелей бағынысты болатын лауазымда атқара алмайды. Мына жерде енді жақын туыстар дегеніміз мына жерде барлық тізім берілген: ата-аналары, ата-анасы, балалары, асырап алушылары, аталары, әжелер деген сияқты
осы мынау экранда көріп отқан барлық туыстар ол жақын туыстар болып саналады. Олар егер атқаратын жұмысқа тікелей бағынысты бола алмайды. Сондай ақ жақын туыстары, жұбайы, зайыбы және немесе жекжаттары тікелей бағынысында бола алмайды. Yani мемлекеттік қызметші өзінің ата-анасы болмаса одан басқа жақын туыстары басшы болатын қызметті өзі атқара алмайды, және де өзіне бағынатын сондай жақын туыстары оған бағынысты жұмыстарды да атқара алмайды. Енді үшінші тарау бұл мемлекеттік қызметке кіру туралы. Бұл жерде негізі мемлекеттік әкімшілік қызметке кіру, әкімшілік лауазымға орналасу конкурстық негізде жүзеге асырылады. Негізгі есте сақтайтын нәрсе осы. Сондай ақ біліктілік талаптары А корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына қойылатын арнайы біліктілік талаптарын кім бекітеді деген сұрақ келеді. Бұл жерде Қазақстан Республикасының президенті бекітеді. Б корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдарына қойылатын үлгілік талаптар, біліктілік талаптарын уәкілетті орган бекітеді. Яғни уәкілетті орган дегеніміз біздің мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттік. Келесі бап, бұл 20-шы бап, мемлекеттік қызметке кіру кезінде сынақ мерзімі. Мемлекеттік қызметке алғаш рет кіретін азаматтар үшін олардың атқаратын мемлекеттік лауазымдарға сәйкестігін тексеру мақсатында сынақ мерзімі белгіленеді. Мемлекеттік саяси қызметке А корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметіне кірген мемлекеттік қызметшілер сайланған әкімдер үшін сынақ мерзімі белгіленбейді. Сынақ мерзімінің нәтижесі қанағаттанарлықсыз болғанда, сынақ мерзімі мемлекеттік лауазымға тағайындау құқығы бар лауазымды адамның не ол уәкілеттік берген лауазымды адамның шешімі бойынша кейіннен қайта ұзартылмайтын 3 айға ұзартылады. Яғни сынақ мерзімі егер 3 ай болатын болса, шамамен 3 ай біткеннен кейін оны сынақ нәтижесі қанағаттанарлықсыз болса, онда ол қайтадан ұзартылмайтын 3 ай мерзімге тағы да ұзартылуы мүмкін. Өзге функционалдық міндеттері бар лауазымға тағайындалған жағдайда сынақ мерзімі белгіленеді. Яғни егер функционалдық бір адам мемлекеттік қызметке кіріп, сынақ мерзімін өтіп жатқан болса, егер ол басқа бір басқа бір лауазымға ауысатын болса, егер оның функционалдық міндеттері өзгермейтін болса, онда сол сынақ мерзімі жалғаса береді. Ал егер оның функционалдық міндеттері өзгеретін болса, онда жаңадан сынақ мерзімі тағайындалады. Бұл нормада соны көрсеткен. Мемлекеттік қызметшілердің ант қабылдауы. Мемлекеттік қызметшілер бағана айттық, ант қабылдауға міндетті. Ол тәртіпті бізде президент айқындайды. Яғни президент айқындайтын тәртіппен ант қабылдайды. Төртінші тарау А корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметіне кіру және оны өткеру ерекшеліктерін қамтиды. Бұл жерде негізінен бізде көп мәселелерге тоқталмаймыз. Б корпусы мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасу ерекшеліктері. Б корпусының мемлекеттік лауазымдарына алғаш рет кіретін немесе мемлекеттік қызметті тоқтатқаннан кейін оған қайтадан кіретін азаматтар Қазақстан Республикасының президенті айқындайтын іріктеу кезеңдерінен өтеді. Яғни Б корпусына кіру үшін біздер бағана айттық та конкурс арқылы жүзеге асырылады. Ол іріктеу кезеңдерінен тұрады. Іріктеу кезеңдері бізде президент айқындайтын кезеңдерден құралады. Жалпы Б корпусының бос немесе уақытша бос мемлекеттік әкімшілік лауазымына орналасуға конкурс мынандай түрлерден тұрады. Жалпы конкурс және де ішкі конкурс. Енді жалпы конкурс дегеніміз бұл ішкі конкурс бұл бізде тек қана мемлекеттік органның ішінде өткізіледі, және де оған мемлекеттік органның, оның ведомстволарының, аумақтық бөлімшелерінің мемлекеттік қызметшілері қатысады. Яғни бұны біз ішкі конкурс дейміз. Ал жалпы конкурс дегеніміз бірінші бізде ішкі конкурс өтеді көп жағдайда. Ішкі конкурстан, яғни мемлекеттік органның өзінің қызметкерлері арасынан ешкім шықпаған жағдайда жалпы конкурс өткізіледі. Жалпы конкурсқа қатысуға тест рәсімдерінен алдын ала өткен және уәкілетті орган белгіленген мәндерден төмен емес нәтижелері бар азаматтар жіберіледі. Яғни тест тапсырылады, мемлекеттік қызметке кіруге арналған сол оң қорытындысы болған жағдайда жалпы конкурсқа азаматтар қатысады. Ал енді ішкі конкурста әрине бізде тестілеусіз қызметкерлер қатысады, өйткені ол жерде қызметтегі мемлекеттік қызметшілерге тест тапсыру міндетті емес.
Мемлекеттік қызметшілер үшін 2 демалыс күні бар, 5 күндік жұмыс аптасы белгіленеді. Яғни бұл жұмыс уақытына келетін болсақ. Мемлекеттік қызметшілердің жұмысын бағалау мәселесі 33-ші бапта. Мемлекеттік қызметшілердің қызметін бағалауды жүргізудің тәртібі мен мерзімдерін уәкілетті органның ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының президенті айқындайды. Яғни осындай сұрақтар көп келеді, кім айқындайды деген. Мән беріп қарасаңыздар, кадр мәселесіне байланысты көп мәселелерді бізде президенттің айқындайтынын көріп отырмыз. Мемлекеттік қызметшілердің қызметін бағалау нәтижелері: бонустарды төлеу, көтермелеу, оқыту, ротациялау, мемлекеттік лауазым жоғарылату, төмендету не қызметтен шығару жөніндегі шешімдерді қабылдауға негіз болып табылады. Яғни мемлекеттік қызметшінің қызметін бағалағаннан кейін әртүрлі осындай шаралар қолданылады. Оның ішінде бонус төлейді, болмаса көтермелейді, оқытады, ротациялайды, болмаса мемлекеттік лауазым жоғарылатады, немесе егер бағалау нәтижесі дұрыс болмаса, онда қызметтен шығару туралы шешім қабылдануы мүмкін. Қазақстан Республикасының президенті айқындайтын мемлекеттік қызметшілердің қызметіне бағалау жүргізу тәртібі мен мерзімдеріне сәйкес Б корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшінің қанағаттанарлықсыз баға алуы, ол біліктілік талаптарына сай келмеген немесе төмен тұрған бос лауазым болған кезде оның мемлекеттік лауазымын төмендетуге әкеп соғады. Төмен, яғни осындай бір сұрақ келеді тестілеуде. Төмен тұрған бос мемлекеттік лауазым болмаған немесе мемлекеттік қызметші ұсынылған мемлекеттік лауазымнан бас тартқан кезде мемлекеттік қызметші не істейді дейді? Атқаратын қызметін мемлекеттік лауазымнан шығарылады. Яғни осы дұрыс жауапты мемлекеттік қызмет лауазымнан шығарылады деген жауапты таңдауымыз керек. Мемлекеттік қызметшілерге мынандай көтермелеу қолданылуы мүмкін. Ол бір жолға ақшалай сыйақы беру, алғыс жариялау, бағалы сыйлықпен марапаттау, грамотамен марапаттау, құрметті атақ беру, көтермелеудің өзге де нысандары, оның ішінде ведомстволық наградалармен марапаттау. Осы 6 түрлі көтермелеудің түрі бар мемлекеттік қызметшілерге арналған. Бір рет, осы жерде мән беру керек, бір рет ерекшеленген үшін мемлекеттік қызметшіге осы баптың 1 тармағының 2 бөлігінде көрсетілген көтермелеу нысандарының біреуі ғана және мемлекеттік органның актісінде нақты сіңірген еңбегін көрсете отырып, бір рет қарана қолданылуы мүмкін. Яғни бір рет ерекшеленген үшін бір ғана көтермелеу қолданылады. Осындай сұрақта келеді. Келесі 37-ші бап мемлекеттік қызметшілердің мемлекеттік қызмет бабында ілгерілету, олардың біліктілігі, құзыреттері, қабілеті, сіңірген еңбегі және өзінің қызметтік міндеттерін адал орындалуы ескеріліп жүзеге асырылады. Бұл бағана біздің меритократия принциптары. Енді мемлекеттік қызметшілердің ротациялау деген түсінік бар бізде. Мемлекеттік қызметшілерді ротациялау дегеніміз ол А корпусының саяси қызметшілерді және А корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерін ротациялау деп, олардың тиісінше басқа лауазымдарға орын ауыстыру. Ол бос немесе уақытша бос басқа бір территорияда болмаса басқа бір органда бар орындар болатын болса, белгілі бір мерзім келгеннен кейін саяси мемлекеттік қызметші немесе А корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшісі басқа лауазымдық орын ауыстырылуы осы ротация деп аталады. Енді бір қала емес, бір басқа қаладағы органға ауыстыратын кездер болады. Ол басқа елді мекенге ротациялау кезінде мемлекеттік қызметшілер тұрғын үй қатынастары туралы Қазақстан Республикасының заңына сәйкес қызметтік тұрғын жаймен қамтамасыз етіледі. Ендігі тарау бізде қызметтік тәртіп деп аталады. Осындайда сұрақ кездеседі. Мысалы, мемлекеттік қызметшілер өздерінің қызметтік міндеттерін орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес азаматтық, құқықтық, тәртіптік, әкімшілік, қылмыстық жауаптылықта болады. Яғни вариант нұсқаларында әртүрлі жауаптар келеді. Осы жерде осы толық жауап қамтылған жерді таңдауымыз керек. Азаматтық, құқықтық, тәртіптік, әкімшілік, қылмыстық жауапта болады. Енді тәртіптік теріс қылық жасаған үшін мемлекеттік қызметшілерге мынандай жаза түрлері қолданылады. Бірінші ол ескерту, одан кейін сөгіс, қатаң сөгіс, қызметке толық сәйкес еместігі туралы ескерту,
болмаса мемлекеттік лауазымын төмендету, атқаратын мемлекеттік лауазымдан шығару. Ең соңында әрине мемлекеттік лауазымдан шығару келеді бізде. Тәртіптік жазаны қолдану тәртібін Қазақстан Республикасының президенті айқындайды. Тәртіптік жаза теріс қылық анықталған күннен бастап 1 айдан кешіктірілмей қолданылады, және оны теріс қылық жасалған күннен бастап 6 айдан кешіктіріп қолдануға болмайды. Осы сандарды жаттап алу керек, себебі тестілеуде бұл міндетті түрде келетін сұрақтар. Яғни тәртіптік жаза теріс қылық анықталған күннен бастап 1 айдан кешіктірілмей қолданылады, және де тәртіптік теріс қылық жасалған күннен бастап 6 айдан кешіктіріп қолдануға болмайды. Енді келесі бір мәселе, осыны шатастырмау керек, мемлекет қызметке кір келтіретін тәртіптік теріс қылық жасаған үшін. Яғни біріншісі ол тәртіптік жаза теріс қылық болатын болса, ал мына жерде мемлекеттік қызметке кір келтіретін тәртіптік теріс қылықтар жасаған үшін осы заңда көзделген тәртіптік жаза теріс қылық анықталған күннен бастап 3 айдан кешіктірілмей қолданылады. Жаңағы 1 ай болса, бұл жерде 3 ай. Оны теріс қылық жасалған күннен бастап 1 жылдан кешіктіріп қолдануға болмайды. Осы текстіні есте сақтап жаттап алу керек. Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдебі. Мемлекеттік қызметшілер Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілердің әдеп кодексінде көзделген мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп стандарттарын сақтауға міндетті. Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі Қазақстан Республикасы президенті бекітеді. Яғни әдеп кодексін кім бекітеді деген сұраққа президент бекітеді деп жауап беруіміз керек болады. Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдепті бұзуы осы заңда белгіленген тәртіптік жауаптылыққа әкеп соғады. Бұл жерде де мән беру керек, қандай жауаптылыққа соғады дегенде тәртіптік жауаптылыққа әкеп соғады деген дұрыс жауапты таңдауымыз керек. Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдепті сақтауына мониторинг жүргізу мен бақылауды әдеп жөніндегі уәкіл жүзеге асырады. Әдеп жөніндегі уәкіл туралы ережені уәкілетті органның ұсынуы бойынша Қазақстан Республикасының президенті бекітеді. Бағанада айтып өттім, көп мәселелерді бізде кадр саясатына келген кезде көп заңнамалық актілерді, нормаларды бізде Қазақстан Республикасының президенті бекітеді. Енді бағана айтып өткен мүдделер қақтығысы, мен сіздерге айттым да, осы жалпы тарауда мүдделер қақтығысы деген түсінік бар. Ол жаңағыдай мемлекет қызметшінің өзінің қызмет атқару кезінде қандай да бір жеке басының мүдделері мен мемлекеттік бір функцияны атқару кезінде бір-біріне қарама-қайшылықтарын туындауы. Егер мүдделер қақтығысы орын алған болса, мемлекеттік қызметшінің лауазымдық міндеттерін жүзеге асыруына тыйым салынады. Мемлекеттік қызметші туындаған мүдделер қақтығысы немесе оның туындау мүмкіндігі туралы өзіне белгілі болған сәтте өзінің тікелей басшысын немесе мемлекеттік органның басшылығын ол жөнінде жазбаша түрде хабардар етуге міндетті. Яғни осы жерде жазбаша түрде хабардар ету деген мәселені есте сақтау керек. Яғни мүдделер қақтығысы бағана айттық та, ол мысалға өзінің тікелей бағынатын адам туысқаны болып қалуы мүмкін. Болмаса қызмет көрсету барысында оның жаңағыдай қызметті алушы, оның тікелей туысы, сол сияқты бір мүдде қақтығысы болып қалған кезде ол міндетті түрде оның лауазымдық міндеттерін жүзеге асыруға тыйым салынады біріншіден, екіншіден оның тікелей басшысына немесе мемлекеттік органның басшылығына жазбаша түрде хабардар ету керек. Енді осы жерде шатастыратын сұрақтар келеді, яғни осындай мүдделер қақтығысы болған жағдайда мемлекеттік қызметшіні жұмыстан шығарып жіберу керек па деген сияқты. Осы жерде дұрыс жауаптарға мән беру керек. Ол мемлекеттік қызметшіде мүдделер қақтығысы орын алған жағдайда оны бірден жұмыстан шығарып жібермейді. Оны қандай шаралар қабылданады, міне шараларды атап өткен. Оның ішінде мүдделер қақтығысы соған байланысты туындаған немесе туындауы мүмкін мәселе бойынша мемлекеттік қызметшінің лауазымдық өкілеттіліктерін атқаруды басқа мемлекеттік қызметшіге тапсыруға. Яғни ол жанында басқа мемлекеттік қызметшіге оның функциясын тапсыру керек. Болмаса мемлекеттік қызметшінің лауазымдық міндеттерін өзгертеді. Немесе мүдделер қақтығысын жою жөнінде өзге де шараларды қабылдайды. Яғни бұл жерде жұмыстан шығару деген мәселе жоқ. Мемлекеттік қызметшіге сыбайлас жемқорлық жасады деп жариялы түрде негізсіз айып тағылған кезде
ол осындай айыптауды анықтаған күннен бастап 1 ай мерзімде оны теріске шығару жөнінде шараларды қабылдауға тиіс. Яғни ол мемлекеттік қызметшінің репутациясы сақтау үшін, егер оған біреу жемқорлық жасады деп айып тағылатын болса, міндетті түрде 1 айдың мерзімде оны теріске шығару жөнінде шараларды қабылдауға тиіс. Яғни негізгі бөлімдерін сіздерге таныстырып кеттім. Бұл заңның негізі заң өте ауқымды, жағда айтып өттім, 84 беттен тұрады. Бірақ негізгі логикасын түсіну үшін сіздерге негізгі бөлімдеріне тоқталдым. Енді қалған уақытта сіздер бұл тестіге сапалы дайындалу үшін біздің testmaster.kz мобильді қосымшасын жүктеп алып, неғұрлым көбірек тестілерді орындап жаттықсаңыздар, сонда сіздер алдағы жоспарлап отқан тесттен сүрінбей өтесіздер деген сенімдемін. Барлықтарыңызға тестіде сәттілік тілеймін.